Махаббаттың символы аққу. Нұржан, ал көгершін бейбітшіліктің символы. Адалдықтың символы қарлығаш. Сондай-ақ, Нұржан, әдеміліктің, сұлулықтың символына тауыс құсын жатқызуға да болады. Оған толықтай келісем. Павлин демекші, бүгін би сабағынан да тауыс биін үйренеміз. Назар аударыңыздар. Қайырлы таң, көрермендер. Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін дей келе, біз бүгін шығыс биінің түрі павлин биін үйрететін боламыз. Олай болса, кеттік. Бірінші қимылымыз, қыздар дайын болсақ, 1, 2, 3, 4, 5. Жоғары, қолды қойып, оңға, солға. Екінші қимыл, алдыға қарай жылы жу арқылы қолымызбен қимыл жасаймыз. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, алдыға және артқа. Келесі қимылымыз айналу арқылы орынға отырамыз. Кеттік. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Тамаша. Павлин құсының қимыл жасаймыз. Кеттік. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Тамаша. Олай болса, осы үйренген билерімізді музыкамен, костюммен көрсететін боламыз.